Қаладағы дәріханаларды тексеру барысында рецептісі берілмейтін препараттарды астыртын сатқандар мен тиісті құжаты жоқ өнімдерді айналымға енгізген кәсіпкерлер анықталды. Бұл туралы Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Шымкент қаласы бойынша департаменті басшысы міндетін атқарушы Айгүл Садықова мәлім етті. Шымкент қаласының полиция департаментінен жолданған материалдар бойынша 6 әкімшілік жауапкершілікке тартылған 6 субъект. Бұдан бөлек заңсыз фармацевтикалық қызметпен айналысқан, яғни фармацевтикалық қызметке тиісті мемлекеттік лицензиясыз, болмаса лицензияға қосымшасыз бұндай фактілерде орын алып жатыр. Бұл жерде әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 424 бабымен әкімшілік жауапкершілікке субъектілер тартылуда және олардың қызметі тоқтатылуда. Елімізде заң бойынша 5 мыңға жуық дәрі-дәрмектің бағасы мемлекет тарапынан бақыланады. Егер өнім құны бекітілген шекті мөлшерден асып кетсе, тиісті органдар кәсіпкерге шара қолдануға құқылы. Ал ол дәрілердің заңды бағасы денсаулық сақтау министрлігінің арнайы номер 97 бұйрығында тайға таңғы басқандай жазылған. Бағамен сатқан жағдайда бұл заң бұзушылық болып табылады және әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 426 бабының 1 бөлігімен әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Нарықта осы 5 мың атауынан бөлекте сіз айтып кеткен витаминдарымыз бар, белсенді қоспаларымыз бар, басқа да дәрілік заттардың тізімі бар ғой. Мемлекеттік тарапынан шекті бағалары бекітілмегеніне байланысты ол позициялар бойынша бақылау жүргізілмейді. Мамандар тұрғындарды қырағы болуға шақырады. Егер сіз дәрінің бағасы негізсіз қымбаттаған немесе жасырын сауданы байқасаңыз, бірден құзырлы органдарға шағымдана аласыз. Себебі фармацевтика нарығындағы заңсыздықты жою ортақ міндет. Саят Айдосұлы, Эльдар Жүнісбеков, Олжас Құдайбергенов, Әділет телеарнасының жаңалықтарынан.